М54 буларды эне трубкасы печканыкы ауыстырып отыру керек. Соны жасап болғаннан кейін от алдырсам, машина таза істемейді, бірінші цилиндр отказға кетеді ғой. Білем, компрессия бар екен, форсунканы тазаладым істемегеннен кейін. Катушка істеп тұр, бірақ бәрі істемейді да. Сонымен валюметрді ажыратсам істеп тұр да. Ол деген сөз бензинді көбірек береді да, валюметрді ажыратып тастағаннан кейін. Сөйтіп таза істемейді, короче. Сонымен алдында сканермен ошибкасын снимать етіп, валюметр жалғап қойып, қайтып от аларсам істеп кетті. В общем, мына сканердің пайдасы бар екен, былай айтқанда. 16 мыңға ма алғам, есіме шықпаса 1-2 жыл бұрын. Пайдасы бар, мына сканерға қойсаңдар болады екен. Ошибка снимать еттім, болды. Швейцарские часы болып тұр ғой машина. Қазір от аларым. Сағат болып тұр ғой, сағат. Все-таки кішкене валюметр бейдит етіп тұр, кішкене бензинді аздау беріп тұр да. Все-таки кішкене бар. Баяда мына валюметрді құлақ тазалайтын немемен тазалайым дедім да, құртып алғам өзім валюметрінше. Бұны өте әлсіз мына немелер ана. Валюметрдің пластиналары ше. Сондықтан лучше өзінің баллончигін сатып алу керек, валюметрді тазалайтын именно. Сонымен тазалау керек та валюметрді. Бірақ бәрібір сағат қой, швейцарский часы болып тұр ғой. Мына сканердің пайдасы бар, короче. Ошибка снимать еттім, таза істеп кетті. Оға дейін валюметр жалғасам, плавать етеді, оборот, өшіп қалады. Сондай болды. Ошибка ұстап қалғанда бір какой-то. Сонымен нормально істеп тұрмын.